Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін колладан шелпек дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен еліктен ұнымызды өткізіп аламыз. Және оған жарты қасық тұзымызды салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Араласқан ұнымызға жарты литр колланың жартысын құямыз. Ол 250 миллиграмм. Қамырымызды біріктіретін боламыз. Біріккен қамырымыздың иін қандырып, майымыз қызғанша қойып қоямыз. Демалған қамырымызды 7 бөлікке бөлетін боламыз. Және әрқайсысын жазып шығамыз. Қызып тұрған майымызға шелпегімізді пісіріп аламыз. Шелпегіміз дайын. Осындай қоңырқай түске еніп, жұмсақ, жақсы көтеріліп піседі. Жасап көріңіздер, ас болсын.